Ойбай, мына мүшеңіз 10 сантиметрде емес қой, қайт байланысқа түсіп жүрсіз. Сол байланысқа түсе алмағаннан кейін сені іздеп келіп отырмын ғой міне. Мынау Қытайдағы қазақ қызы еркектердікін тұрғызам, үлкейтем. Ошын байқына жатпайтын болады, әйелің риза болады деп видео шығарып жатыр енді, көріп отырсыздар енді. Подписка жасап қойыңыздар, не дейтін дәлші көреміз енді. Сен бірдеңе сұрайыншы аға. Жас кезде қолмен ләззаттандыңыз ба, ләззаттанбадыңыз ба? Конкретно ләззаттанып жүрмін ғой ондай. Ой, сол қолмен ләззаттанбаған мүшеңізді құртып етіпсіз ғой аға. Реттеңіз болмайды дейік. Сонда осында қайтеміз сонда, қайтсем бұлар енді. Ой, менде бір атақты бір өнім бар. Соны жағасыз жыныс мүшеңізге. Бір айдан кейін Құдай қатқан қазықтай отырып, ана аюдай ақырып, бұғдай бақырып отырып, әйеліңізбен байланысқа түсесіз. Зияны жоқ шығар, Ешқандай зиян жоқ. Алаңдамаңызшы. Жарайды. Оны қайтып аламын сонда. Тіркеу нөміріңізді қалтырсаңыз болды, өзім салып беретін боламын. Жарайды. Дәл сізде де осындай жыныс мүшеңіз кішкентай болып, тұрмай, қатпай қалған болса, ешқандай алаңдамаңыздар. Тезен мына мен бар едім деп бір нысандарыңызды қалтырып кетіңіздер. Мына мен айтқан ерекше тамаша өнімді менде де алғым келеді. Менде бойдан ерте кетемін, жыныс мүшемді ұзартып, жуартып, қатты қылам деген ағалар, тезен өзіңіздің ең тура болған тіркеу нөмірді дереу жекелмей қалтырыңыздар. Мен сіздерге көмектесемін. Бойы ұзын ер адамдардың да жыныс мүшесі әрі ұзын, әрі жуан, қатты болады екен. Дәл экраннан ағылар. Енді мына жерде бой ұзын жігіттердікі енді біраз болады деп жатыр енді. Көреміз не айтатынын. Лайк қойып отырыңыздар, подписка жасап. Ағалар, сіздердің осы бойларыңыз ұзын болғанмен де, алайда мына жас кезде көп қолмен ләззаттан септі, жыныс мүшеңіз бара-бара тұрмай қалды ма? Уақытыңыз өте қысқа болып, мына 5 минуттан асырмай әйелдеріңіз разы қыла алмай жастар ма? Мұна ешқандай алаңдамаңыздаршы. Мына мендегі сезім майды істетіңіздерші. Істеткен күннен бастап жыныс мүшеңізді әр ұзын, әр қатты отырып, әйеліңізбен бір түнде 4-5 шарташына қайта-қайта шығатын боласыздар. Қане алайын деген ағалар, тезен өздеріңіздің ең тура болған тіркелу нөмірді дереу жекелмей қалтырып кетіңіздер. Жыныс мүшелеріңізді өлчеп... Қарындасым мен жыныс мүшемді мұндай ұзын қылып берші. Ойбай аға, мұншыл ұзын қылатын әйеліңіздің алқымына тығайын деп едіңіз? Енді жыныс мүшем өте қысқа болып, мен әйелім қатты разы болмай жатыр. Бұлай демес па. Тоқтап тұрыңыз, мен сізге біраз тұрып кеңес беретін боламын. Жарай ма? Дәл осы экран алдындағы сізде де осындай жас кезде қолмен көп ләззаттан септі ма? Қазір жыныс мүше вообще тұрмайды, қатпайды деген алар, бер қараңыздар. Ал мен идом алайықты басқаны кейін комментарға екі сандарыңызды қалтыра кетіңіздер. Үйлеріңізде жатып қана тез арада қорып қалған жыныс мүшеңізді тұрғызып отырып, әрі ұзын әрі қатты байланысқан кезде уақытыңызды ең жоқ дегенде жарым сағатқа апарам дейтін болсаңыздар, тезен өздеріңіздің ең тура болған тіркеу нөмірді дереу жекелмей қалтырып кетіңіздер. Мен сіздермен кербасқа шыға отырып, осы жайыстарыңызға көмектесетін боламын. Байланысқа түсіп болғаннан кейін әсте мына екі нәрсені істей көрмеңіздер. Қане білгім келеді деген ағалар, тезен идома лайықты басып, кескін сөз соңына дейін тыңдап шығыңыздар. Біріншісі болатын болса, байланысқа түсіп болғаннан кейін әсте темекі шегу көрмеңіздер. Өйткені мына сіздердің қан айластарыңызда жақсы емес. Ал енді екіншісі болатын болса, байланысқа түсіп бола салып, мына суға әсте түсіп, мына жыныс мүшелеріңізді жуа көрмеңіздер. Өйткені мына байланысқа түскеннен кейін дереу мына суға түсетін болсаңыздар, мына жыныс мүшеңіздің сезімталдығы өлуіне зиян жеткізеді. Экран алдындағы ағалар, сіздерді осындай байланысқа түсейін-ақ деп ойлаймын. Алайда мына бойдан ерте кетемін, уақытым өте қысқа, әйелімді разы қыла алмай жүрмін. Әйел малда ерік намысым түсіп жатыр деген ағалар, берғаныңыздар, бүгін сіздерге ең бір тамаша өнімді алып келдім. Денсаулықтарыңызға ешқандай зияны жоқ. Ішкен күннен бастап өнімін көресіздер. Қане толықтай ақпарат аламын деген ағалар, тезен өздеріңіздің мына ең тура болған тіркеу нөмірді дереу жекелмей қалтып кетіңіздер. Мен сіздерді тосамын. Ана деген сен ба күйеумен nevергесіне күнімен ұстатпады ма анауыңда? Бай, құз, менің ашуыңыз жаман, жігітіңіз кімсіз? Ой, аңсар деген ғой. Сеннен бірдемесін алмап. Енді бұл жерге бір әйел келіп тұр, типа күйеуіне жалып жасап жатыр. Бұл қалай ана мынау деп. Ол аға маған айтты ғой, енді жыныс мүшем тұрмай қалды, қатпады, әйелім біраз қыла алмаймын дегеннен сарталыққа мен сезім айын бердім. Қанша ұшты жігітіңіз? Ой, 3-4 жағып жатады, ана бірдеңесін ішіп жатады ғой. Құрсын, жігітіңізге айтып барыңызшы. Мен айтқам жататын кезде бір уақыт жақса болды жыныс мүшесіне, таңертең бір уақыт жеді.
айтыңыз жігітіңізге, енді оны ішпесін, тоқтасын, Болды, жарайды. Мына экранында ағалар дәл сіздерде осындай, мен айтып жатқан өнімді мен айтқан өнше істетіңіздер. Жақпамайын, әр күн кешақын жыныс мүшеңізге жағып бересіздер. Сатылқанды әр күн таңертең мына ашқарақта ішіп беретін болсаңыздар, өздеріңізде болған мына бүйрек әлсіздік, белсіздік, бойдан ете кету, әйеліңізді ыраз қыла алмай, жыныс мүшеңіз тұрмай қалудың жайсын бәрінен арылатын боласыздар. Қане менде де толықтай ақпарат алып отырып, дәл осы өнімді алам деген ағалар, тезен өздеріңіздің ең тура болған тіркеу нөмірді дереу жекеме алдырып кетіңіздер. Бас пиязбен ғана осы бүйрегіңізді қуаттап аласыздар десем, көптеген ағалар сенбейді кездері. Ондай болса дәл осы кескімді сөз соңына дейін тыңдап шығыңыздар. Мына бір бас пиязға мына мен айтқан бір нәрсені қосып ішесіздер. Ішкен күннен бастап денсаулығыңызды бірінші орынға қоя отырып өнім көре бастайсыздар. Қалай дегенде бірінші ұйқыңыз жақсарады, бара-бара мына бүйрегіңіз қуатталып отырып, бүйрегіңіздің күшейіп баратқан қылаяғымна байланысқа зауқың соғып, уақытыңыздың ұзарғанда сезінетін боласыздар. Дәл осы пиязға нені қосқан кезде осы мәселемнен арылуыма болады деп ақпарат алғысы келіп отырған ағалар, тезен өздеріңіздің ең тура болған тіркеу нөмірді дереу жекеме қалдырыңыздар. Мен сіздерді тосамын. Ер мен әйел бір ай қатынасқа түспесе, қайсына зиян? Қане білгім келеді деген ағалар, тезен иромалайықты басып, комментараға 7 сандарыңыз қалдырып, кескін сөз соңына дейін тыңдап шығыңыздар. Егер мына сіздер әйелдеріңізбен бір ай байланысқа түспейтін болсаңыздар, бара-бара мына жыныс мүшеңіздің қорып қалуы, тұрмай қалуы, уақытыңыздың өте қысқа болып жайсар кезігеді. Дәл осындай жайсар менде де бар. Үйімде жатып қана осы әйелмен бір айда бір рет емес, әйелмен күнде байланысқа түскім келеді, уақытымды да ұзартып, жыныс мүшемді әрі ұзын әрі қаттығым кеткен ағалар, берғаңыздар. Бүгін сіздерге атақты бір өнімді алып келдім. Дәл осы өнімді білгім келеді, осы жайсымнан арылсам деген ағалар, тезен жарым сағаттың ішінде өздеріңіздің ең тура болған тіркеу нөмірді дереу жекеме қалдырып кетіңіздер. Байланысқа түскен кезде әйелдеріңіздің құйрығынан ұрып қойып осы байланысқа түсетін болсаңыздар, денсаулықтарыңызға қандай пайдасы бар? Білгілеріңіз келсе, алдымен иромалайықты басып, мына комментараға 300 сандарыңыз қалдырып, кескінді сөз соңына дейін көріп шығып, мына достарыңызға жалғап тартуды әсте ұмытып қалмаңыздар. Мына байланысқа түскен кезде әйеліңіздің құйрығынан ұрып қойып осы байланысқа түспейтін болсаңыздар, сезіміңіз келмей, әйеліңіздің қасына жолағыңыз келмейді. Ал енді құйрығынан ұрып қойып осы байланысқа түсетін болсаңыздар, екі жақтың сезім келіп отырып, әйеліңіздің қасына жоламай, қайта-қайта шақтаушына шығастыр ғой. Ал енді сіздер осындай әйелмен байланысқа түскім келеді, бірақ мына мүшем қорылып қалған, өте кішкентай, қатпайды, тұрмайды жібісіздер ма? Алаңдамаңыздаршы, дәл осы үйіңізде жатып қана доғдырханаға бармай, тез арада ақау деп мына бүйрегіңізді қуаттаумен бірге уақытыңызды да ұзаққа апаратын, жыныс мүшеңізді қаттырылатын менде ең бір тамаша бір өнім бар. Дәл осы өнімді алғым келеді деген ағалар. Енді өздеріңіз білесіздер, подписка жасап қойыңыздар, лайк басып қойыңыздар, алдағы уақытта видеоларды саламын осындай. Не қарап отырсыздар? Тезен өздеріңіздің ең тура болған тіркеу нөмірді дереу жекеме қалдырыңыздар. Мен сіздермен кербасыққа шыға отырып, осы мәселелеріңізге көмектесетін боламын.